Ал баршаларыңызға сәлем достар, сіздер Аяжан мен Мырзаның Назым? Не болып қалды саған, Назым? Ауырып жатыр. Тыныштық па? Температурам көтеріліп жатыр ше. Азынан бері тұра алмай жатырмын. Видео түсіру керек еді ғой үшін. Сол ғой? 5 видео түсіріп мен түсіре алмаймын ау. Мана студияны алып қойдық, Молжан келеді, Елжас келеді. Наға қашты 3 сағатқа ма 40 мың теңге төледім. Сол ғой, менде бір таныс доктор бар еді, может үлгереміз сен емдеп, сол докторға звондап. Мен доктордан қорқамын уколдан. Жоқ, укол салмайды ол. Андай сулармен ба емдейді, укол салмайды. Короче, дәрі беріп, сразу аяққа тұрып бересің ішті. Алдай бересің, Молжан сөйтіп алдап алды укол салдырған маған. Жоқ, мен қарап тұрамын, укол салдырған. Сен что-то жестко ауырып жатқан сияқтысың ғой. Бір дәрі береді, су ішесің, болды, укол салмайды, қорықпа. Точно жазылып кетесің. Звондап отыр. Кеп қалу керек ол да. Алло, саламатсыз ба? Доктор ма бұл? Бізден нақты бір адам ауырып қалған еді, келе аласыз ба? Қазір сізге адресін жіберемін, Қанша минут? Жақын жердесіз ба? Болды, келе беріңіз онда. Уже келіп қалмақ. Жақын жерде екен? Дайын ішерсе керек емес. Жоқ сен түрін көрініп тұр, әлі ауырып тұрғаның ше. Әлі көрініп тұр ма? Да. Одан бетті ушығып кетсе ертең Молжан басымды алады менің. Өзі қақта? Кеп қалу керек. Тамам, ісіп барады. Басым ауырып жатыр. Қанша күн етіп қоймейді. Енді бір түсін істеп қойарым. Доктор. Доктор мені келді доктор. Бүгін стиліңіз сәл басқаша екен ғой? Докторсыз ғой сіз, точно. Бағана сізге звондаған бедім. Кім? Мен көңілімді көтеру үшін келген шығар. Сондай көңіл күймен емдейді ғой бұл. Көңіл күймен емдейді. Мен жазылып кеткен жақпын сені көріп. Қалай емдейсіз? Үйсіз ба? Күлдіріп емдейсіз бе қалай? Фокустар? Жақып тұр. Не ол біраз айтып көрем дейді ол? Емдеймін адам үшін. Не бұл? Емдейтін дәрі ма? Ыстық бола ма олар? Ыстап көрші ма? Точно осылай емдейміз ба? Что-то... Точно, бізге әлі келмеді ау? Мен емдеудің орнына не істеп жатсың? Может, көмектесесің жар, сәл болсын жақсы болған жоқ па саған? Жоқ, құлам. Кәм? Көзімді ауырып. Тота. Не ол? Айттым ғой. Әні. Осылай емдейді екен ғой. Құлам ауырып. Есімде атым. Бақол сол құлағынан шығарып жатыр, ауырғанын ше. Укол сағанша осы дұрыс емес па? Бір нәрсе төсеп жатыр. Жай. Осымен жүру керек па, не істеу керек? Осымен жүріп көрші, может қойып қалатын шығар? Не істейді? Кел дейді. Өзі барады екен ғой. Оқ жат дейді. Осылай емдейді ғой, бәсе айттың ғой. Осылай бір емдейтін нәрселер бар еді. Кәм? Емдеу атыр ау? Назым! Доктор! Точно осылай емдей ма? Маман ауа жетпей жатыр. Сәл шыдай тұрсай, сәл. Может осылай емдейтін жер? Кән, доктор? Осылай ма точно? Точно емдеп отыр қой. Точно дұрыс емдеп отыр қой. Кән, жігіті келсе өлтіріп тастайды. Сөйлемей ба өзі немнен бәрі? Ауа жетпей жатыр. Жігіті келсе жауап бере аламыз ба? Что-то... Теппесей. Теппе. Не істедің, Онан кеттім бе? Қоя тұр. Точно докторсың ба сен? Сен емдеп жатсың ба? Өтірік істеп жатыр. Мен аяқта ауа жетпей қалды маған. Көмектесіп жатыр ма? Негізі ауырғаның кетіп жатыр ма? Кән? Тота. Олай. Нормально қалды дейді ғой? Жоқ. Точно ма? Тамам ауырып енді ауа жетпей жатыр. Өкпем ауырып жатыр. Может, кән?
Жай. Мына өле жай. Кет бар. Мына жынды болып қалған екен ғой кәдімгі. Мен оны врач деп қалдым, айып өтпеші. Бағана сан басына жақсы отқан еді осы мен. Шоколад берді. Наларын тастап кетті, налармен емдеген еді. Сен қарасай құлағыңа қандай дауыс шығады, қара да. Еще екі жақтан да істеді ғой. Ненормальный ма бір нәрсе? Молжандарға ма звондаймыз ғой, походу. Басым ауырып жатыр, енді басыма жұдырықпен бүйтіп ұрып жіберді ғой. Мен оны байқамай қалдым, бір емдеп жатқан саған мән бермей тұрғанмын ғой. Қақтың ол жаман. Кетті ма? Ана әлі кетпеген ғой. Тода бол тиіспейді. Не істеп жатсың сен? Кешірім сұрап жатыр. Кешірмеймін мен сен. Кешірмеймін дейді. Мен жақсы көріп қалған ғой да мен. Жақсы. Молжан көріп қойса ұят болмай ма? Мен жігітім бар. Жігітім бар. Жігіті бар да. Шуан отыр на. Ойбай, бүйтеді ғой ма? Ойбай, күшім жетпей жатыр ғой мен маған. Әкетіп қалды ғой мен. Әкетіп қалды ғой. Уже 1,5 сағат болды. Қақа кетіп қалды ана. Молжанда ешіп кеткен. Молжанға не деп айтам? Не істесем екен ана. Қақа кетіп қалды ана құлығым. Қазір Молжан кіреді. Неқта студияны съемка. Не болған маған? Назым. Назым, олай айтпа. Назым, олай айтпа, кәм Молжан келеді. Назым, кәм Молжаннан түсінбей қалады. Біз бақыттымыз. Молжанды ұмыт. Назым, есің жей, гипноз бұл. Нау сен бір нәрсе істеп қойын сияқты, не істеп қойдың сен? Красотка болып кетті. Қазір Молжан келсе бар ғой, өлтіреді. Мені де сен екеуіңді өлтіреді қазір. Болды, мен бұны жақсы көріп қалдым. Молжанды тастап кетемін болды. Олай айтпа, Молжанмен қанша болды жүргендеріңе? Олай айтпа. Маған, білесің ба, бұл маған ана жақта күшті фокустар көрсетті. Маған клубника в шоколаде. Молжан береді ғой бәрін сәл шыдаса келсін да? Қазір басқаша түсіп қалды Молжан ше? Ё-майо. Молжан кеп қалған жоқ шығар енді шілей. Қазір кеп қалады ғой. Қорқпа одан мен Молжанға өзім бөтісін шығарам. Саған тиіспейді ешкім. Саған тиіспейді. Мұнаның не істеп жатқан қарсы сен қуасың ба? Біреудің қызына қуатсың ғой сен. Назым, саған ұятың бар ма? Мен жігіттім. Қанша жүріп осы клоун үшін тастап бердің, түрін қарсы мұнан мәз болып отқан. Красавчик. Қандай красавчик мынау, ең урод адам ғой, түрін қарасай. Мына қыз сияқты ғой, мынау еркек сияқты емес, сол қарасай қыздар сияқты сызылып жатыр ғой. Десе оған. Сен еркек болмақшысың ба? Екеуің орындарың ауысып кеткен сияқты. Молжан келсін, екеуіңді айтам, сені де өлтіреді. Потом сені артынан плюс подарок қылып өлтіреді. Өлтіреді екеуіңді. Біз оны өлтіріп тастаймыз, иә? Тиісті қылыңдар, шілейіп кетпеңдер енді. Нервымызға тиіп жатса кет біздің үйден. Кет дедім мен саған. Бұл студия ғой, қақырады. Жындылар. Мұна екеу нормальналар ғой. Есің жейсай. Сен не талғасың мәне? Сен манyaқты бәсің не нормаль. Назым. Қалай Назым біреуді құшақтап кетті десем, сен екенсің ғой, бәсі. Асқарды құшақтап көрсін тұра? Жоқ, ілмақ қалғанды айтамын да. Бірақ бұл сенің кәдімгі досың екен, иә? Молжанға айтып беремін адамына. До конца сенің сөзін сөйледім ғой. Кетсеңдер, кете бердіңдер десем, мейлі екен. Бәше танымадым болсын, танып кете барадым басына кіріп. Мен баста қорқып кетемін, орлап кеткен кезде. Сосын дейді, бұл қазір мырзаға пранк істейміз дейді. Қандай пранк істеймін, қазір екеуміз жүріп кетеміз дейді. Өләдім. Мырзаның да реакциясын көріп ғой. Достар, что там, мына видео қалай болды жалпы? Тема болған жар қызық күркінішті болды, айтыңыздар ше. Мен өзім шок болып қалдым мына видеоға ше, мына екеуіне. Достар, айтпақшы, байқағандарыңыздай мырза оған қайттан видео сала бастады. Что там? Жалғастырсын да? Активный болыңыздар. Комментарияға жазыңыздар, мырза жалғастыр деп, ато қайттан тоқтап кетеді бұл. Болды, енді бұл тоқтатпай мен до конца істеймін. Достар, комментарий, лайк, подписканы аямаймыз. Сіздермен болған Назым, Молжан, мен баршаңызға пока!